Сәлем достар, Ғажайып күй каналына қош келдіңіздер. Өзін сүю дегеніміз, бұл өзіне сүйіспеншілікпен, бар махаббатпен қарау. Яғни өзіңді толығымен қабылдау. Тек плюстарды ғана көре білу емес, сонымен қатар минустарыңды да қабылдау. Мысалы, өмірде түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Жығылған кезде, құлаған кезде, өзін одан сайын ұрысып, қинаудың орнына керісінше өзіңе көмек беру, өзіңе қолдау жасап, поддержка беріп, сол шыққан жағдайды шешуге көмектесу. Өзіңді ұрса бергеннен бұл шешім тез қабылдана салмайды, жағдай тез шешіле салмайды. Ұрысудың орнына отырып, өз-өзіңмен әңгімелесіп, мүмкін дәптерге, қағазға эмоцияларыңды шығарып, соңында дұрыс шешімге келу. Өзіңе қолдау жасау. Қателіктер өмірде болуы мүмкін. Түрлі жағдайлар кездеседі. Бұл өмір. Өмір идеальный, ровный, тіке болмайды. Сол үшін кез келген жағдайда өзіңді қолдап тұруға маңызды, қолдауға дайын тұруға маңызды. Себебі, егер сен өзіңді қолдамасан, өзіне қуат, күш, поддержка бермесең, кім береді саған? Кімге керексің сен, өзіңе керек болмасан біріншіден? Сондықтан бізде әлемде көп адам махаббат деген не екен біле бермейді. Махаббат бірінші өзіңнен басталады. Өзіңді дұрыс сүйгеннен басталады. Өзіңді сүйген кезде сен басқа адамдарға да құрмет, қадір көрсете аласың. Басқа адамдарды да сүйе аласың. Өзіңді сүю. Бұл өзіне дұшпан емес, дос болу. Өзіңмен дұрыс қарым-қатынас құру. Сонымен қатар өзіңді сүю, бұл өзіңе ата-анадай қарау. Өзіңнің ата-анаң емес, идеальный ата-ананың көз қарасымен қарау. Мысалы, барлығымызда өзін сүйетін, балдарын да сүйетін, балдарға дұрыс тәрбие берген ата-ана бәрімізде бола берген жоқ. Себебі біздің ата-аналарымыз да өзіңді сүю деген не екенін білмеген. Олардың ата-анасы тоже білмеген. Яғни бізде бұл информация, біздің әулетімізде бұл информация бәрімізде бола бермеген. Сондықтан өзіңді сүюді қазірден бастап өзің үйренсең болады. Өзіне идеальный ата-ананың көз қарасымен қарау деген бұл психикасы сау ана, ол балаға қалай қарайды? Ол балаға махаббаты толып тұрады. Сүйіспеншілікпен қарайды. Оны қолдайды. Оған қамқорлық көрсетеді. Тура сол ана сияқты өзіне де қарау. Өзіне махаббатпен қарау. Ол үшін күшті жаттығу жасауға болады. Күніне бір рет азанда айнаға қарап, мен сені сүйемін деп, бір-ақ рет айтсаңыз болады. Күн сайын бір айдың ішінде айтып көрсеңіз, ішіңіздегі өзгерістерді байқайсыз. Бірінші уақытта қиын болуы мүмкін. Сөздер ауыздан шықпай жатқандай, сондай сезімде боласыз. Болуыңыз мүмкін. У кого-то ондай болмайды, у кого-то болады. Бірақ сонда да махаббатты, сүйіспеншілікті сезбесеңіз де, жай сол сөздерді айтып көрсеңіз, өзіңіздің көзіңізге қарап, мен сені сүйемін. Атыңды атап, мысалы, менің есімім Шолпан, яғни мен өзіме қалай айтам? Шолпан, мен сені сүйемін. Немесе өзіңіздің атыңыздың еркелетіп айтсаңыз да болады. Қараңыздар, бұл жерде өзін жақсы сезе білу өте маңызды. Керек кезде өзіне қамқорлық, нәзіктік, жұмсақтық
қамқорлықты көрсете білу. Ал керек кезде, кейбір кездерде өзіне жоқ дей алу. Мысалы, егер сіз өзіңізге мақсат қойсаңыз, например, күн сайын мен сағат 8-ден 10-ға дейін жұмыспен еш нәрсемен айналыспаймын, тек демаламын, сосын сағат 10-да ұйықтаймын деп мақсат қоясыз. Демалысыңызды режим дня дейді ғой, режим сна, ұйқы режимін туралаймын деп мақсат қойдыңыз. Сол мақсатты орындау өте маңызды. Бірақ кейде қызық видеолар шығып қалуы мүмкін. Интернетте, немесе телефонмен біреумен сөйлескіңіз кеп қалуы мүмкін. Тағы басқа бір тірліктер шыға келеді. Сол кезде өзіне жоқ деуге өте маңызды. Жоқ деген кезде сіз өзіңізге қамқорлық көрсетесіз. Өзіңіздің психикаңызға қамқорлықты көрсетесіз. Немесе, мысалы, сіз өзіңіздің тамақтану режимін туралаймын дедіңіз. Артық тамақ ішпеймін, артық тәттіні жемеймін деп ант бересіз. Сол кезде артық порцияға, артық тамаққа жоқ деу, бұл да өзіне сүйіспеншілік пен махаббатты, қамқорлықты көрсету деген сөз. Бұл кішкентай кезден қалыптасқан әдет. Бірақ бұл әдетке ата-ана кінәлі деу тоже дұрыс емес. Алдында айтып өткендей, ата-аналар да кезінде өзін сүю деген не екенін білмеген. Олар да сол қараңғыда соқыр көзбен өтті осы жолдан. Қазіргі замандағы біздің замандастарға, менен қатар адамдарға, менен кіші адамдарға очень повезло. Потому что қазір специалистер өте көп, көмек бере алатын. Қазір информация көп ашылып жатыр. Интернетте свободный доступта көптеген информация бар. Өзін жетілдіруге, өзімен жұмыс жасауға, өзін сүюге мүмкіншіліктер көбірек өткен заманға қарағанда. Сол үшін ата-аналарды кінәлау қажет емес. Өзін сүймеу сол кішкентай кезден әдет болып қалыптасқан. Бірақ кез келген әдетті жаңа әдетке алмастыруға болады. Бұл тек уақыт пен дисциплинаға байланысты. Мысалы, біз спортзалға барған кезде бірінші күннен бастап бірден сол күннің соңында денем әдемі болады деп ондай ойда болмаймыз ғой. Біз білеміз, спортзалға барғаннан кейін аптасына 3 рет тренировкаға барып, біраз, 1 ай, 2 ай, 3 ай жаттыққаннан кейін дененің бұлшық еттердің өскенін, дененің әдемі болғанын, сәл рельефтерін байқай бастаймыз. Тура сол сияқты психиканы да жаттықтыру маңызды. Және психиканы жаттықтыруға уақыт қажет. Қайталана беретін жаттығу қажет. Өзін сүю неден басталады? Өзін сүю немесе сүймеу бүкіл өмірлік сфераларға әсер етеді. Жұмысымызға, жеке қарым-қатынасымызға, ақшамызға, хобби, достармен қарым-қатынасымызға, біздің бет-келбетімізге, сыртқы көрінісімізге, өзіміздің ішкі состояниемызға бәріне әсер етеді. Сондықтан өзін сүю көз қарасты ауыстырудан басталады. Мен сіздерге қазір 3 жаттығу беремін. Сол 3 жаттығудың хотя бы біреуін 1 ай ішінде істесеңіз, өзгерістер өміріңізде тез арада пайда болады. Бірінші жаттығу мен бұл жаттығуды уже алдыңғы видеоларда бергенмін. Күн сайын кешке ризашылық дәптерін жүргізу. Сол дәптерге күнде, мысалы бүгін 29 қаңтар. Қазір видео түсіріп жатқан күнім 29 қаңтар. Яғни мен 29 қаңтардың соңында осы күні қандай жақсы сәттер болғанын байқаймын. Жақсы сәттер жазып өтем. 21 сәт. 21 пункт. Осы табиғатқа, әлемге, Құдайға не үшін ризашылығымды білдіре аламын? Кез келген
майда мелочь заттарды жазуға болады. Мысалы, мен қазір бояндым. Боянған кезде менің косметикам бар. Әдемі косметикам. Сол косметикаға ризашылығымды білдірем. Жататын орным бар. Жейтін тамағым бар. Аспандағы күнім бар. Далаға шыққанда таза ауа бар. Тағы басқа көптеген ризашылық пункттарды жазуға болады. 21-ден ассаңыз да болады. 21 бұл тек минимум, жазатын минимум. Осы упражнениені 1 айдың ішінде жасау маңызды. Көз қарасты ауыстыру неден басталады? Негативті көз қарасты позитивке ауыстыру. Яғни өмірдегі болып жатқан жақсы нәрселерді байқай білу. Өмірдегі жақсы сәттерді, тіпті негативті жағдайлардың ішіндегі позитивті жақтарын байқау. Бұны аз-аздан өмірге енгізе беруге болады. Сол ризашылық дәптерінен бастауға болады. Далаға шыққан кезде сразу ойлау керек. Сіздің фокусыңыз қазір қай жерде? Фокус, ойыңыздың фокусы. Өткен нәрсеге, өткен шақты ойлап жатырсыз ба? Немесе алдыңда болатын, болашақтағы әлі келмеген заттарды армандап жатсыз ба? Немесе қазіргі шақтасыз ба? То есть өзіңізді қазіргі шаққа ауыстыра білу керек. Фокусты қазіргі шаққа қарату маңызды. Қазір мен мысалы далада кетіп бара жатырмын. Не көріп тұрмын? Әдемі ағаштарды көріп тұрмын. Көк аспанды көріп тұрмын. Таза ауамен демалып тұрмын. Осылай өз-өзіңізді осы шаққа ауыстыру маңызды. Бұл екінші жаттығу. Осылай сіз өзіңізді позитивке, көз қарасыңызды позитивке ауыстырасыздар. Үшіншісі, бұл проблемаларды жұрттың бәріне жая бермеу. Мысалы, достармен сөйлеген кезде, немесе жұмысыңызда коллективпен сөйлеген кезде, однокурсниктермен сөйлеген кезде, сіз қандай әңгіме айтасыз көбінесе? Сол әңгімелерді байқау. Тағдырға шағымдана бересіз ба? Әлде керісінше қызықты оқиғаларды айтасыз ба? Немен бөлісесіз достармен? Сол проблемаларды жаюды азырату керек. Өсекті жою қажет. Оның орнына қызықты оқиғаларды, қызықты новости, қызықты жаңалықтарды еске түсіріп, позитивпен бөлісу маңызды. Және айналаңыздағы позитивті адамдармен қарым-қатынаста болу өте маңызды. Бос әңгімелер, өсектер, бұның бәрі біздің энергиямызды қатты жейді. Және бізге еш позитив бермейді. Керісінше көз қарасымызды еще больше минусқа түсіріп жібереді. Бұл үшіншісі. И тағы төртінші маңызды жаттығуды айтып өтейін. Бұл дене шынықтыру. Яғни денені тонуста ұстау. Дене шынықтыру үшін не обязательно бір қатты, қиын спортпен айналысып, өзіңді қинап жүру қажет емес. Егер сізге ұнаса, спорт залға да баруға болады. Ұнамаса, жай далаға шығып серуендеп шығуға, таза ауамен демалып, немесе жүгіруге, билеуге, жүзуге қатыссаңыз болады. Өзіңізге ұнайтын бір дене шынықтыру жаттығуларын тауып, сонымен айналыссаңыз болады. Главное здесь регулярность, режим. Күнде болмаса, күн ара жасап тұру маңызды. Немесе жай азанда зарядка жасап. Осының бәрін істеген кезде өзгерістер обязательно болады. Өзгерістер айтады ғой, іздейтін адам табады. Өзін бақытты қылғысы келетін адам амалын табады. Жаттығуларды осылардың ішінде бір-екеуін істесеңіз, не только өмірдегі өзгерістерді байқайсыз, сонымен қатар өзіңізге деген қатынасыңызды, өзіңізге деген көңіліңізді, отношенияңыздың өзгергенін байқайсыз.
Бүгінге осы, достар, сұрақтарыңыз қалса, осы видеоның астында жазсаңыздар болады. Маған консультацияға жазылатын болсаңыз, астында Инстаграмға сілтеме бар. Сол Инстаграм арқылы жазылсаңыз болады. Сонымен қатар мен жаңа рубрика ашып жатырмын. Егер сізде үлкен бір сұрағыңыз болса, жауапты іздеп табамай жүрсеңіз, маған почтаға немесе Инстаграмға сол сұрақты қойсаңыз болады. Бұл видеоның спонсоры болу деген рубрика. Видеоның спонсоры болу үшін сол бір видеоға ақша төленеді. Сіз сұрақ қоясыз, өзіңіздің сұрағыңыз және сұрағыңызға дополнение 5-6 сөйлем өзіңіз туралы, сол сұрақ туралы сәл информацияны беріп, маған хат жазып жүресіз. Мен келесі видеода полностью бір видеоны сізге ответ беремін. Видео ретінде жауап беремін. Бірақ сол видеода сіздің атыңыз, тұратын қалаңыз, еш нәрсе айтылмайды. Бұл анонимный сұрақ. Тек жауабы ғана видео ретінде шығады. Толық ақпаратты Инстаграм арқылы маған директке жазып алсаңыздар болады. Бүгінге видеомыз аяқталды. Келесі көріскенше сау болыңыздар.